Қазақстанның көптеген қалаларын, ауыл аймақтарын аралап келген аларлықтар жақында шетелге аттанбақ, бірақ демалу үшін емес әрине. Алда жақсы жаңалық десе де болады. Өйткені бұйырса бірнеше бейнебаян түсіруге біз Дубайға бармақшымыз. Қаңтар айында бұйырса біз Дубайға жол тартамыз. Айтпақшы, топтың осы жолғы шетелге сапарлары еш қиындық әкелмеу керек дейді. Дубай жақта енді жаңағы Қытайдағыдай қиналмайтын шығармыз, өйткені Қытайда жаңа қиналған себебіміз ол жерде ешкім ағылшынша түсінбейді, орысша түсінбейді деген секілді, тек қана қытайша. Ал жаңағы Дубайда ол жерде ағылшынша түсінеді бәрі. Әлішер Рахмет біледі да. Сондай-ақ аларлықтар армандарын біздің эфир арқылы продюсеріне жеткізді. Демалу бір уақыт болса десе. Енді Біріккен Араб Әмірлігінде болып, демалмай кетпейтін шығарсыңдар. Сондықтан уайымдамаңдар. Ал жоспарда бейнеклипке келгенде үштік бәрін құпия ұстап, уақыты келгенде айтамыз деп сөз берді. Сюжет, жаңағы клиптің, ән барлықтарын әзірге айтпай тұра тұрамыз, өйткені оның бәрін айтсақ, біз ешкім күткісі де келмей қалады, қандай екенін білгісі де келмей қалады. Сол себепті біз әзірге айтпай тұра тұрайық. Бұйырса оның бәрін түсіріп, Дубайдан келгеннен кейін сіздерге бұйырса міндетті түрде келіп, барлығын айтып береміз. Бейнеклиптің сюжетін айтпадыңдар, онда мүмкін әннің қайырғақта болатынына тоқтала кетерсіңдер. Ән баяуда, ол көбінесе спокойно тыңдайтын ән, текстімізді билейтін. Жақсы түсіндік, бірақ еңбекқор үштік шетелден келгеннен кейін демалуды артқа шегерген, өйткені оларды өз елімізде де жасайтын жұмыстар күтіп тұр. Сосын бұйырса біз Дубайдан келгеннен кейін тағы да бейнеклип осы Гакку арнасымен, Гакку ұжымымен бұйырса бірігіп, өзіміз бір жылдан астам әлі тұрған бір әніміз бар өзі. Сақтап қойған, әлі тұр ол. Сол әнге бұйырса жаңағы осы сіздермен Гакку ұжымымен келісіп қойдық. Сонда дайын әндеріңді осынша уақыт сақтауларыңа не себеп? Негізі біз тез шығарамыз деген ойда болып едік, бірақ бір айдан кейін шығарамыз дегенбіз оны алғанда. Сосын басқа әндер шығып кетті. Оның сосын бір сосын деп қалып қалды. Ал сосынға қалдырып жүрген әндерің несімен ерекше? Күшті әнді, бір көңілің андай бір риза болсын ол әнді тыңдап, негізі андай күліп жүретін әнде, темповый деген секілді андай. Жақсы бір әндер болады, күшті тыңдайтын десең, сондай десе болады. Иә, бүгін барлығын әдемілеп түсіндіруге тырыстыңдар. Ендеше жарық көретін туындыларың айтқан сөздеріңе сай келеді деп сенейік және күтейік.